Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін муравейник тортын жасаймыз. Жұмсақ сармайға қантымызды қосып араластырамыз жақсылап. Және 2 жұмыртқаны қосып тағы да араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып араластырамыз және май мен жұмыртқаны ұнға қосып қамыр илейміз. Иленген қамырды тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Қамыр әбден қатқаннан кейін бірден пергамент қағазына үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. 170 градусқа дейін қыздырылған пеште шамамен 15-20 минут піседі. Шеттері қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін блендермен немесе ет тартқышпен сақтап аламыз. Қаймаққа немесе қойытылған күлегеге 5-6 ас қасық сгущенка қосып крем жасап аламыз. Жақсылап араластырып, өзіңіз қалаған формаларға саласыз. Және айта кетейін дегенім, бұл жерде мен иленген қамырдың жартысын ғана пісірдім. Формаларды тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Торттың дәмді болғаны соншалық, біз жасалған торттың бірден жартысын жеп қойдық. Жасап көріңіздер. Ал дастарханға осылай әсемдеп қойсаңыздар болады. Видеоны аса лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше.